атам қара дөкет иесі, темірден түйін түйген ұста кісі болған кісі. Мен сол кісіге қарап, бала кезімде ұсталыққа, жалпы қол өнерге, сурет салуға жақын болдым. Мен осы мамандық таңдағаныма өкінбеймін. Себебі архитектор ол суретші, ол дизайнер, ол инженер-конструктор, ол ландшафтник, тағы да басқа көптеген мамандықтары топтамасы деп айтсам да болады. Бұл мамандық және идеялар, ізденістер әрқашан іздену керек. Күнде жаңа оймен, жаңадан идеялармен бітпейді. 2000 масштабта макет жасайды. Қаланың тұрғылықты үйлерін кесіп. Мен сонымен бастаған болатын. Макет жасап, өзімнің бір ауданым болды. Соны жабыстырып, өзім шығарып, өзім неммен көтеріп, соны ортасына ауласын жасыл желекпен жабыстырып, бір жеріне сквер, саябақ жасап, өзіме жолдарын көрсетіп, мына жерде жақсы развязка түседі деп, сөйтіп өзіме қызықты бір не жасаған есімде ең алғашқы жұмысым осы болатын. Архитектор болу үшін ең бірінші сурет сала білу керек. Ол бірінші мақсат. Екінші, логикасы мықты болып баланың әрдайым ізденісте болу керек, жаңа айтып өткендей. Және шыдамдылық қажет. Сіздерге қазір өзіміздің жасаған, Асан Басшосыбаның жасаған жобасы, мен Талдыкөл табиғи саябағын көрсетейін сіздерге. Толық бір ауыздан бәрі бекітілген, бірақ енді ауызша түрінде, бірақ енді қағаз жүзінде әкімшілікте қазір шешімін күтіп отырмыз. Қалай шешімі шығады, толық бітті деп айта аламын, бекітілді деп айта аламын бұл жоба. Талдыкөл табиғи паркі бітті толықтай. Ол паркке шетелдіктерден қызығушылық өте көп. Өйткені шетелдіктер көбінесе аңдарға, құстарға өте мән береді. 200-ден астам құс бар ол жерде. Оның ішінде 20 түрі қызыл кітапқа кірген құстар да бар. Оны көбі біле бермейді. Сондықтан осы жоба Талдыкөлдің іргесіндегі болашақта ашылады деп үміттемін. Біздің шетелдіктерге тамашалайтын жақсы бір орын болады деп ойлаймын. Жоба біткеннен кейін көрсетеміз, мынау жобаны бітірдік деп. Бірақ оны көбі біле бермейді. Бұл жоба біз басынан бастап, оны біз ізденеміз. Оны біз бүкіл ақпараттарды көтереміз. Оның астында не бар? Бүкіл топосъемкасын көтереміз. Инженеріне құбырлар өткен ба? Соны қараймыз. Одан кейін бір емес, біз 6-7 нұсқа істейміз. Соның бәрін қосып ең соңында бір нақты нұсқаға келіп тірелеміз. Көкшіл түстермен боялған
Бұлардың бәрі қоғамдық ғимараттар, мұның бәрі. Мынау сарғыз, қызғылт, сары, бұның бәрі тұрғын үй алаптары. Мына сарғыштары жер үйлер болып есептеледі, қызғылттары көп қабатты үйлер болып есептеледі. Енді мынау сұр түске келетін болсақ, ол өнеркәсіптік аймақ. Басқасы көріп тұрғандай жасыл түске боялған, бұның бәрі рекреациялық зона, яғни саябақтар, скверлер, бульварлар сияқты. Бұл маған қызықтыратыны сурет салған жақсы көремін. Үйде де болсын, жұмыстарда болсын, сызып отырып бір идеяға тап боламын. Сол идеяны жалғастырып кетемін. Сызып, оны компьютерға түсіріп, ары қарай программамен сызып, арға жалғастырып, 3D форматта көтеріп, бәрін қарап, өйткені маған қызықты. Мен одан жалықпаймын. Өйткені әр кезде, әр түрлі эскиздер, идеялар жасаған кезде жалықпайсың сен. Біреуін бітірдің, келесі басқа идеяға, басқа жағынан кетіп қалдың. Бір жобаны істеп жатқан кезде, сол жерде, мысалы, қақ ортасында, мүмкін шет жағында бір зират тұрса, зираттан 300 метр шектеу бар. 300 метрдің сол жерге ештеңе қоя алмайсың, ол жер жай ғана жасыл зона болып жатады. Мысалы, темір жолдың бойында болатын болса, темір жолдан 100 метр шектеу бар. Инженерлік құбырлардан шектеулер көп өте. Инженерлік объекттердің шектеулер өте көп. Сол шектеулерді, мысалы, кейде бізге идеямызды етуге кедергісін тигізетін кездерде болады. Сондықтан шектеулер, нормативтер бізде өте көп. Нұр-Сұлтан қаласындағы үйлер, Ханшадардың арт жағындағы дамып жатқан үйлер ұнайды. Бұл бірінші, екінші, мынау ботаникалық саябақтың айналасындағы үйлер өте әдемі, өте архитектуралық стильде салынып жатыр. Үшінші ұнайтын жерім ол әрине Қазақ монументінің арты қазір салынған Қазақ драма театрының әлия 1000 жылдығы. Сол жерде өте жақсы болашақта жақсы үйлер, әдемі ғимараттар салынады. Қазір көптеген жастар көп, қала үшін еңбек етіп жатқан сәулетшілер болсын, басқа да мамандар болсын, көбірек барлығы қала үшін еңбектерін төгіп көрсететін болса, 10 жыл емес, 5 жылда қаламыз гүлденіп кетер деп ойлаймын. Әрбір астаналық қала күніне өзінің үлесін қосса да болады. Әр адам қалаға өзіне таза қарауға ниет білдіріп жүрсе, біздің қаламыз әрқашанда таза болады. Басқа да мамандықтар иелері қалаға еңбек етіп жүрген адамдардың барлығы еңбектері қалаға сіңе берсін, жұмыс жасай берейік, қаламыз өсе берсін, көркейе берсін, еліміз тыныш болсын.